Қасиетті Құран кәрімде Алла тағала өзі ұнатпайтын кейбір жаман қасиеттер мен іс-әрекеттерді баяндайды. Мұсылман адам осындай жаман қасиеттерден сақтанып, Алланың разылығына жетелейтін көркем мінезді қалыптастыруға ұмтылуы керек. Жаман қасиеттердің бірі ол опасыздық пен күнәдан сақтану. Бақара сүресі 276 аятында Алла әрбір опасыз әрі күнәһар жанды жақсы көрмейді дейді. Опасыздық аманатқа қиянат жасау, уәдеде тұрмау, сенімді ақтамау, ал күнәға немқұрайлы қарап, оны әдетке айналдыру адамның рухани өміріне зиян тигізеді. Ислам адалдық пен жауапкершілікті жоғары бағалайды. Ал жаман қасиеттердің екіншісі ол тәкаппарлық пен мақтаншақтықтан аулақ болу. Ниса сүресі 36 аятта расында Алла тәкаппар әрі мақтаншақ адамды жақсы көрмейді. Тәкаппарлық өзін өзгеден жоғары санау, ал мақтаншақтық жасаған ісімен немесе дүниесімен өзгелерден артық екендігін көрсетуге тырысу. Мұсылманның көркем сипаты кішіпейілдік, қарапайымдылық және адамдарға құрметпен қарау. Қорытындылай келе, Алланың сүйіспеншілігіне жетуді қалаған адам опасыздықтан, күнәға бой алдырудан, тәкаппарлық пен мақтаншақтықтан сақтанып, әділдік, адалдық және көркем мінезді өмірінің қағидасына айналдыруы қажет.